Сәлеметсіңдер ме екінші сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқу сабағынан бірінші және екінші сабақтарды бірге орындайтын боламыз. Менімен бірге болыңдар. Бірінші сабақ өзім туралы оқудың пайдасын білемін. Бүгінгі сабақта өлеңнің мазмұнын түсініп және өлең бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Бірінші тапсырма: мақал-мәтелдерді оқып, мәнін түсіндір. Өнер бұлақ, білім шырақ. Яғни өнерлі болуда, білімді болуда ол пайдалы екенін айтып тұр. Оқу түбі тоқу. Оқудың түбі әрқашанда барлық нәрсені біліп жүру және де еңбегіміздің жемісін көру, балалар. Енді бізде ақын, жазушы атамыз Ыбырай Алтынсарин. Естеріңде сақтаңдар, балалар. Ыбырай Алтынсарин атамыз ағартушы ұстаз, қазақ балаларына арнап мектеп ашқан, Қостанай облысында туған. Қазақ хрестоматиясы оқу құралын жазған. Келесі өлеңді түсініп оқы. Кел балалар оқылық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге. Ықылас пен тоқылық. Сыйса көйлек үстіңде тоқуменен табылған. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған деп бізге Ыбырай атамыз өлең арнаған екен. Үшінші тапсырма: берілген сөздер неге еңбек ұғымымен байланысты деп ойлайсыңдар? Талдап көріңдер. Тоқу менен еңбек, шоқу менен еңбек және оқу менен еңбек. Яғни барлығында еңбек сөзі жазылған. Біздің киіміміз де өлеңде айтқандай сыйса көйлек үстіңде тоқу менен табылған. Сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған дейді, балалар. Енді қараңдар. Балалар, біздің киіміміз де, тамағымыз да барлығы еңбек етудің нәтижесінде келген заттар, және де өнер де, білім барлығы да осы оқу арқылы келіп отыр. Яғни жақсы оқысақ, барлық нәрсені біліп жүрсек, онда біздің өзімізге пайдалы болады екен, балалар. Жарайсыңдар. Төртінші тапсырма: өлеңнің мазмұнына қай мақал сәйкес келеді, түсіндір дейді. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Өнерлінің өрісі ұзақ, шынықсаң шымыр боласың. Бұл жерде біздің өлеңімізге, кел балалар оқулық өлеңімізге оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ деген келеді. Себебі ол жерде барлық нәрсе оқудың арқасында, білімнің арқасында табылады. Және екінші, өнерлінің өрісі ұзақ дегенде келеді. Себебі өнер, білім бәрі оқу менен табылған деп айтылған. Ал шынықсаң шымыр боласың деген ол денсаулыққа байланысты айтылған екен. Бесінші тапсырма: өлеңнен суреттерге қатысты сөздерді тауып жаз дейді. Бұл суретте бірінші мұғалім, химия пәнінің мұғалімі немесе лабораторияда жұмыс істейтін, ақ халат киіп алып тәжірибе жасайтын адам екен, балалар. Ол кісінің осындай дәрежеге, осындай нәрселерді біліп орындауының өзі осы оқумен келген. Оқудың арқасында барлық нәрсені үйренуге болады. Келесі тігінші апайымыз отыр екен, ол киім тігеді, әртүрлі заттар тігіп, әртүрлі киімдер, көйлектер тігіп ақша табады. Соның арқасында ол жерде жұмыс істеп ақша табуы өзінің бірінші еңбегінің арқасында және де оқығандығының арқасында екен. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма: оқу білімнің пайдасын толықтырып айт дейді. Оқудың пайдасы: кез келген мамандық иелері балалар, мысалы ұстаздарымыз бар, дәрігерлеріміз бар, басқа да өнер адамдары болсын, барлығы сол өздерінің еңбектерінің арқасында, оқығандарының арқасында, осы білімнің арқасында сол дәрежеге жетіп барлығын біліп отыр екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі екінші сабақ: оқуға алғаш барған күнім. Бүгінгі сабақта өлең мен суреттердің ұқсастығын атап, айырмашылығын табады екенбіз. Бірінші тапсырма: сөйлемдерді толықтыр. 1 қыркүйек балалар қандай күн? Әрине, білім күні. Бұл күні біз қайда барамыз? Бұл күні мен мектепке барамын. Мені кімдер күтіп алады? Ұстаздарым қарсы алады. Алғашқы қоңырау соғылады. Жарайсыңдар, балалар, өте дұрыс таптыңдар. Екінші тапсырма: суретке қарап оқуға келген күнің туралы айтыңдар дейді. Балалар, сендер 1 қыркүйек күні оқуға барғанда қандай болды күндерің? Ұстаздарыңа гүл сыйлайсыңдар,
ұстаздарың сендерді жақсы күтіп алады. Барлығы өте әдемі киімде жүреді, иә? Келесі Өтебай Тұрманжанов. Бұл кісі балаларға арнап өлеңдер жазған ақын. Түркістан облысында туған екен. Менің кітабым, Бозша торғай және тағы да басқа шығармалары бар екен. Енді келесі өлеңді оқиық. Мектеп біздің анамыз. Күзге сүйеп күн иек, болып қапты қыркүйек. Қырманды жұрт алыпты, дәнге батып қалыпты. Жемістер де пісіпті, жерге үзіліп түсіпті. Шөп буыны қатыпты, шөмелені ел тасыпты. Межелі кез болыпты, мектеп есік ашыпты, күн сәулесін шашыпты. Мектебін аңсап сағынып, балалар келер ағылып. Ашылған гүлдей арайлы, көшенің бәрі қарайды. Ықылас, ынта раймен, ерекше жарқын шыраймен, жүздері жайнап қуанып, шоқ-шоқ қызыл гүл алып, мектебіне келеді деп ақын атамыз жырлап кетіпті. Бұл жердегі күзге сүйеп күн иек деген бірінші, бұл уақыт күзге айналды. Яғни күз мезгілі келді. Ал шөмеле дегеніміз жиналатын, ол үйілген шөп екен. Қырман астық бастыратын ашық алаң. Межелі кез дегеніміз сол уақыт, яғни мөлшерлі уақыт. Келесі 4-ші тапсырма. Суреттерге қатысты сұрақтарға жауап бер. Бұл туралы өлеңде не айтылған? Ең бірінші сұрақтар. Жылдың қай мезгілі? Бұл суретте жапырақтар сарғайып тұр, балалар жапырақ жинап жүр. Яғни бұл қай мезгіл балалар? Дұрыс. Күз мезгілі. Жарайсыңдар. Келесі өлеңде күзге сүйеп күн иек, болып қапты қыркүйек дейді. Яғни күздің алғашқы айы қыркүйек айы. Жарайсыңдар балалар. Келесі қандай мереке? Бұл жерде бізде ұстаз және оқушылар. Ұстаздың қолында гүл бар. Яғни бұл білім күні 1 қыркүйек екен. Келесі балалар қайда бара жатыр? Олардың көңіл күйі қандай? Балалар мектепке бара жатыр. Көңіл күйлері керемет. 5-ші тапсырма. Өлең жолына сәйкес келетін суретті тап. Жемістер де пісіпті, жерге үзіліп түсіпті. Ең алдымен бірінші сурет жемістер де пісіпті деген. Бұл бала тұрған суретті айтамыз, себебі бұл жерде жеміс піскен, яғни оны үзіп алып жатыр. Жерге үзіліп түсіпті деген ол 2-ші сурет. Ол жерде алма жерде жатыр, Жарайсыңдар. Енді 6-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Мектепке сағат нешеде келдің? Балалар әр жақта әртүрлі уақытпен оқиды, балалар. Мысалы, мектепке сағат 9-да келдім деп жаздым, ал сендер өздерінің уақыттарымен жазыңдар. Қандай оқу құралдарың бар? Кітап, дәптер, күнделік, қаламсап және қалам. Келесі қай сыныпта оқисың? Әрине, мен 2-ші сыныпта оқимын деп жазамыз. Жарайсыңдар балалар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Маған тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.